Мұхит-арал океанариум. Дархан далаға жеткен мұхит тамшысы. Капли океана посреди степи. Үшінші бөлім. Жалаушалы көбелек балық. Вымпельная бабочка или белоперый кабуб. Жалаушалы көбелек балық. Мөлшері 25 сантиметрге дейін. Мекені тынық және үнді мұхиттарының тропикалық сулары. Ерекшеліктері: жалаушалы көбелек балық тұқымдастары түрлі түсті ашық бояулы болады. Бұл оның көп жағдайда қорғануына қажет. Шындығында алуан түсті рифтер аясында бірегей күміс түстер басқаларға тез байқалып қалар еді. Вымпельная бабочка или белоперый кабуб. Размер до 25 сантиметров. Ареал обитания – тропические воды Тихого и Индийского океанов. Особенности: рыбы семейства бабочек обладают яркой окраской. Во многих случаях это криптическая, то есть защитная окраска. Действительно, на многоцветном фоне рифа серебристые или темные одноцветные рыбы были бы слишком заметны. Періште балық, императорский ангел. Періште балық. Мөлшері 40 сантиметрге дейін. Мекені барлық тропикалық теңіздер. Ерекшеліктері: бұл періште балықтардың айқын түстері мен дене суреттері арқылы жастығы мен есеюін анықтауға болатын жіті белгілері бар. Осы түс ерекшеліктері жасырынуға және ірі балықтардың шабылуынан өзі өскенше қорғануға қолайлы. Императорский ангел. Размер до 40 сантиметров. Ареал обитания во всех тропических морях. У этого вида ангелов существуют четкие периоды молодости и взросления, которые определяются по абсолютно различной расцветке и рисунку. Такая разница в расцветке служит для маскировки, а также как метод отражения агрессии со стороны взрослых рыб-ангелов до времени их взросления. Жалқы мүйізді егеу балық. Единорог-напильник. Жалқы мүйізді егеу балық. Мөлшері 10 сантиметрге дейін. Мекені тынық мұхиттың шығыс Африкадан Фиджиге дейінгі, Жапонияның Австралияға, үнді мұхиттың батысына жалғасатын оңтүстік шығыс беткейлері. Ерекшеліктері: түсі жасыл мен қоңыр және ақ бояулар алмасқан теңбілді. Денесінің өн бойында түйіршік өскендері бар. Единорог-напильник. Размер до 10 сантиметров. Ареал обитания – Тихий океан. Восточная Африка до Фиджи. Юго-восток Японии до Австралии. Особенности: смесь зеленого, коричневого и белого цветов, обычно с темной V-образной отметиной посередине, многочисленные кожаные отростки по телу, плоский по бокам, с верхним плавником, похожим на напильник. Одиночка. Обитает в укрытиях рифов и зарослях водорослей на глубине до 15 метров. Үнді сапысы. Индийский нож. Үнді сапысы. Мөлшері 70 сантиметрге дейін. Мекен-жайы орталық Африка мен Азия өзендері. Ерекшеліктері: осылай аталуына денесінің пышақ жүзі секілді тұрқы себеп болған. Құйрық жүзгіштермен алға да, артқа да жүзе алады. Өсімдіктермен және жәндіктермен де қоректене береді. Тымық ағысы бояу суларды тасалайды. Индийский нож. Размер до 70 сантиметров. Ареал обитания – реки Центральной Африки, Азии. Особенности: название получили из-за формы тела, похожей на лезвие ножа.
Они могут плыть как вперед, так и назад, хвостом вперед. Питаются растительными и животными кормами. Предпочитают спокойную воду и укрытия. Гвинеялық кірпібалық. Гвинейская рыба-еж. Гвинеялық кірпібалық. Мөлшері 25 сантиметрге дейін. Мекені тропикалық және орташа ендіктердің барлық теңіздері. Ерекшеліктері: денесі аса қатерлі инелермен көмкерілген. Барлық өжет жыртқыштар үшін қатерлі қару болып табылады. Әсіресе суды ішіне сорғанда өз мөлшерінен де үлкен болып, шермейіп кеткенде өзгелерге аса қауіпті. Гвинейская рыба-еж. Размер до 25 сантиметров. Ареал обитания по всем морям тропических и умеренных широт. Особенности: тело покрыто длинными колючками, которые представляют собой грозное оружие против самых решительных хищников, особенно когда рыба-еж всасывает в себя воду и раздувается до размеров, сильно превышающих ее собственный. Көк жолақты люциан. Синеполосый люциан. Көк жолақты люциан. Мөлшері 35 сантиметрге дейін. Мекені Қызыл теңіз, Африка сулары, Микронезия, Гавай, Жапония, Австралияның оңтүстік аймақтары. Ерекшеліктері: денесінің жоғарғы жағында 4 неонды көк жолақтар астасқан сары тембілдері бар. Жолақ аралықтарының ауқымды күміс тестес жолақтар басқан. Әдетте коралл агрегациясын шоғырларын төңіректейді. Жағалау суларының 265 метр тереңдіктеріне дейін мекендей береді. Синеполосый люциан. Размер до 35 сантиметров. Ареал обитания: Красное море, Восточная Африка, Микронезия, Гавайи, Япония, Южная Австралия. Особенности: яркие желтые полосы на верхней стороне тела с 4 неоново-синими полосами, внутри которых более широкие серебристые полосы. Обычно образуют скопления вокруг коралловых агрегаций. Населяют прибрежные рифы и лагуны на глубине до 265 метров.